Бүгін сіздердің сұрауларыңыз бойынша чакралар туралы айтатын боламыз. Чакра дегеніміз не? Жалпы йогалық ілім бойынша қарастыратын болсақ, адамның ағзасында адамның өзінің энергиясы ағатын энергетикалық каналдар болады. Бұны нади деп атайды. Адамның ағзасында 108 мың нади бар. Оның ең бастысы 3 канал бар. Сол каналдардың Бұлай ағатын сол каналдардың түйіскен жерлері бізде чакра деп аталынады. 108 каналдардың ішінен ең негізгісін үшеу деп санайды. Иди, пингала және ортасында сушумна. Бұл каналдардың түйіскен жерлері енді бізде чакра ретінде саналады. Біз енді чакра бойынша айтатын болсақ, чакраны ғылыми жағынан қарайтын болсақ, біздің чакрамыз орналасқан жерлерде адамның ағзасының ең маңызды нерв жүйелері орналасқан екен. Сондықтан адам ағзасында 7 негізгі чакра бар деп біз қарастырамыз, және әрбір чакраның өзіндік функциялары, өзіндік атқаратын қызметтері бар. Кез келген осы чакралардың бірінде дисбаланс болатын болса, ол толық адам ағзасына әсер ететін болады. Дисбаланс дегеніміз бір чакрада энергия көп болып кетуі мүмкін, бір чакрада немесе сол жерде тұрып қалған энергия болуы мүмкін. Сол барлық ағзаға әсер етеді. Егер денемізде дұрыс ақпай қалған энергия ағымы болатын болса, немесе тұрып қалған, оның бәрі бізге бірден көрінеді. Ол жерде әртүрлі аурулар пайда болуы мүмкін, адамның мінез құлқы өзгереді деген сияқты. Бірақ сіз өзіңіздің осындай белгілеріңіз арқылы өзіңіз шамамен қандай чакраңызда дисбаланс болғанын біліп, сонымен жұмыс жасай аласыз. Көбінесе чакраларымызда дисбаланс болған кезде йогамен, медитациямен, сондай практикалар жасау арқылы оны қалпына келтіруге болады. Енді чакраларға келетін болсақ, негізгі 7 чакра бар. Оны біз төменнен бастап санаймыз. Ең бірінші чакра бізде муладхара чакрасы. Ол біз отырған кезде жерге тиіп тұратын жеріміз, жермен контакт жасайтын жеріміз, бұл муладхара чакрасы. Біз отырған кезде, ал тұрған кезде біз аяғымыз жерге тиіп тұрады, сондықтан ол жерде де муладхара чакрасы орналасқан деп саналады. Бірақ көп жерлерде айтылмайды. Ол сіз тұрған кезде ол чакра сіздің табаныңызда болады деп айтылмайды. Бірақ жермен контакт ол муладхара чакрасы. Муладхара чакрасы көбінесе за выживание жауап беретін болғандықтан, онда животный инстинкт деп айтады ғой. Біздің төменгі чакрамыздың көбісі бұл инстинктке байланысты, көбінесе за выживание, бей или беги деген сияқты сондай командалармен жұмыс жасайды. Муладхара чакрасында дисбаланстар көбінесе адам өзін қоршаған ортада, тұрып жатқан жерінде, жалпы қоғамда өзін қауіпсіз сезіне алмаған кезде бұл чакрада дисбаланс пайда болады. Көбінесе дисбаланс болған кезде адамның зәр шығару жүйесінде проблема болады, жан басында және тоқ-ішек жүйелерінде әртүрлі проблемалар пайда болады. Және егер сіздерге қызық болатын болса, қай чакра сіздерге қызық, сіз астына жазыңыз, кейін мен сізге толықтай сол чакраларға разбор жасайтын боламын. Өйткені қазір мен сізге қысқаша ғана айтып өттім, негізі әрбір чакраға бір сағаттан уақыт арнап, оны толықтай разбор жасауға болады. Екінші чакра бізде свадхистана, бұл деген әйел адамдар үшін өте сондай мощный чакралардың бірі, өйткені ол біздің кіндігімізден 4 бармақ төмен орналасқан, шамамен 4 сантиметр жерде деген сөз ғой. Бұл жерде біздің маткамыз орналасқанда, сондықтан өте сондай ол жерде керемет күш жатыр деген. Кундалини деген түсінік бар. Егер сіздерге бұл қызық болса, кейін оны жеке сіздерге видео қылдырып түсіріп айтатын боламын. Өйткені бұл кундалини деген көбінесе бұл әйел адамдар маткасы бар болғандықтан сол жерде өте үлкен энергия бар сол жерде. Оны энергияны шығарып, энергияны творчествоға, эмоцияға айналдыру арқылы әйел адамдар не қалған сол заттардың бәрінен жете алған. Енді екінші чакрада дисбаланс болған кезде бізде эндокриндік системада дисбаланс болады, адамның жүйке жүйесі тозып, адам нервный болып бастайды, және барлық маткамен байланысты аурулардың бәрі осы екінші чакраға байланысты. Ол әйел адамдарда. Ең қызығы, бұл чакрада дисбаланс болған кезде әйел адам ерте қартая бастайды екен. Стресс болып, депрессия, апатия сондай күйге еніп, сондай жағдайлар болады. Сондықтан бұған да мүмкін мен сіздерге жеке лекция сияқты қылдырып
жеке видео жазатын боламын, онда мен толықтай разбор жасайтын боламын. Бұл мен сізге айтып жатқаным 0,01% қана информацияның. Келесі чакра бізде манипура чакрасы, ол үшінші чакра, кіндігімізде орналасқан. Ол чакра көбінесе тоже за выживание, яғни тіршілік үшін күрес. Бұзылған адамдарда көбінесе олар өзінің личный границасын қоя алмайды, адамдарға өзінің мнениесін айта алмайды, кішкене қорқыныш, жалтақтаған, ішінде үрей, сондай нәрселер болады. Төртінші чакра бізде анахата, ол бізде дәл жүрек тұсымызда орналасқан. Өйткені қалған чакралар мынандай біздің позвоночниктің бойында бір сызықпен орналасса, бұл чакра жүрекке қарай орналасқан. Бұл чакрасы қатты дамыған адамдар өте мейірімді, адамдарды шартсыз жақындарын жақсы көре алатын, қоғамға көбінесе көмегін тигізетін сондай адамдар болады. Ал бұл чакрада дисбаланс болған жағдайда адамдарда көбінесе жүрек, қан тамыр аурулары болады, өкпелерінде проблема болады, және ондай адамдар бір қатты адамдарға деген бір мейірімі, бір жақсылығы ондай болмайды. Төртінші чакрадан бастап жоғары қарай барлық чакралар рухани жағынан өте бай және өте мүмкіндіктері көп чакра болып саналады. Егер сіз бұл чакраларыңызды іске қоса алатын болсаңыз, сверхъестественный нәрселерді жасай аласыз. Бесінші чакра ол біздің тамағымызда орналасқан. Ол чакрасына дисбаланс болған адамдарда көбінесе зоб-аурулар болады. Өйткені адам өзінің ойын, өзінің ренішін, өкпесін, ішіндегі сезімдерін тамағынан шығарып жеткізе алмай, айтпаған кезде мына жерге келіп тіреліп, біздің қалқанша безімізде проблемалар пайда болады. Кейбіреулерде сол қалқанша безі ісіп кетеді, үлкен болып бірнеше есеге, кейбіреулері кішірейіп қалады деген сияқты барлық проблемалар сол сіздің тамағыңыздан өтпей қалған, айтылмай қалған өкпе, реніш, шықпаған эмоциялардың бәрі осында қалып қояды. Сондықтан бұл чакрада дисбаланс болады. Енді оны қайтадан дұрыстап орнына келтіретін өзіндік практикалары бар. Оны кейін жеке қарастыратын боламыз. Алтыншы чакра ол бізде аджна деп аталады, екі көзіміздің ортасында орналасқан. Оны үшінші көз деп те аталады. Бұл чакрасы жақсы дамыған адамдарда интуициясы да жақсы дамиды екен, және интуициясы ол бәрімізде интуиция бар, бірақ оларда өте жақсы дамыған кейбір нәрселерді олар түсінде көріп, нәрселердің шешімдерін, адамдарды қатты сезіп, адамдардың энергетикасын сезіп, адамдарды олар туралы білмей-ақ сенсорлық тұрғыда сезе алады. Соңғы жетінші чакрамыз ол біздің төбемізде орналасқан. Төбемізден 7 сантиметр жерде денемізге тимейді былай орналасқан деп саналады, және ол бізде Құдаймен, жалпы Алламен байланыс. Енді бұл чакраға көтерілген адам деген бізде қасиетті деген. Ол адам уже сверхъестественный адам деген сөз. Ол адамдарды емдей алады, жаман энергетикаңызды сезеді, қай жерде не екен айтып, көріп, біле алатын адамдар осындай дәрежеге жеткен адам. Сондықтан қандай тақырып сіздерге қызық, қай чакрадан бастап разбор жасайын, соны маған астына комментарияға жазып кетіңіз. Егер өзіңіздің натальный картаңызбен чакраларыңызға толықтай осылай талдау жасағыңыз келсе, немесе кванттық әлем туралы мақсаттарды дұрыс қою, армандар картасы туралы консультация алғыңыз келсе, маған консультацияға алдын ала жазылуыңызға болады. Астына мен ссылка немесе WhatsApp номерін қалдырып кетемін. Сіздермен бірге болған мен Ақерке. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын.